бүгін пациент маған босанғаннан 6 айдан кейін чекап бағдарламасына келіпті. Негізгі шағымдары бұл қынаптың құрғақтығы, оның төмен түсуі және 2 бала босанғаннан кейін төсекте ешнәрсе сезбеймін дейді. Және де жүктіліктен қорғанғысы келеді. Пациенттен толық анамнез жинап болғаннан кейін креслода қарау жүргіздім. Сыртқы жыныс еріндерін қарау барысында оның гипертрофиясы анықталды және де трещиналар көп екен. Себебі көлемі өте үлкен болғандықтан постоянно тіреліп қалады, содан жаралар пайда болған. Екіншіден біз жатыр мойнын қарадық. Ол жерде эрозия анықталды. Осы жерде сразу кольпоскопияға түсірдік. Кольпоскопияда ешқандай патология анықталған жоқ, бәрі жақсы. Одан ары біз УЗИ органов малого таза жасадық. УЗИда ешқандай патология анықталған жоқ, бәрі жақсы. Пациент спираль салдырғысы келеді, сол себепті пациенттен мазок на степень чистоты және де пап тест жағындылары алынды. Одан бөлек анализдерге жолдама берілді. Пациентті қынаптағы құрғақтық қатты мазалайды. Пациенттің жыныстық қатынастағы сезімталдылығын жоғарылату үшін және қынаптағы қатты құрғақтық мазалағандықтан приемда сразу плазмолифтинг процедурасын жасадық. Және де міндетті түрде лапиопластика операциясы керек, себебі трещина бұдан кейін де тағы пайда болуы мүмкін. Ал трещинаға арнайы ем берілді. Егер де сізде босанғаннан кейін чекап туралы ойлап жүрсеңіз, бір жерде барлық тексерісті бірден өткіңіз келсе, онда консультацияға жазылыңыз.